Менің әжем бәліш пісіргенді жақсы көретін. Бәліштер түрлі жеміс-жидектермен жасалады. Атап айтсам құлпынай бәліші, қара бүлдірген қосылған бәліш. Қысқасы әжем өте дәмді қылып пісіреді. Мен әжемнің бәліштерін тойып тұрсам да жей беретін едім. Себебі өте тәтті әрі дәмді. Сол күні кешке бәріміз дастархан басына отырдық. Әжем әдеттегідей алмұрттан жасалған бәліш пісіріп қойыпты. Анам мен әкем, әжем және мен. Анау-мынау қызықтарымызды айтып отырып шай іштік. Не деген керемет дәмді десеңші, апа, рахмет сізге. Бірақ бір күні бәрі теріс жаққа қарай өзгерді. Менің ата-анамның көңіл күйлері түсіп кетті. Бір нәрсеге қайғырып жүргендей. Үйдің іші тып-тыныш, ал әжемді көрмегелі 3 күннен асып кетті. Сондықтан үйде 3 күннен бері әжемнің бәліштері де көрінбей кетті. Мен ойладым, әжем қонақтыққа кетіп қалған болар деп. Бір күні осылай ас үйден шығып жатқан әжемнің дауысын естідім. Әжем қонақтықтан келген болар деп қатты қуанып кеттім. Және ас үйге жүгіріп барсам, әжем әдеттегідей ыстық бәліш пісіріп қойыпты. Бәліштің сыртқы көрінісі жарқырап тұр. Неткен керемет десеңші. Сөйтіп әжем үстел басына отыруымды сұрады. Қане балам, үстел басына жайғас, қазір саған кесіп берейін. Бірақ кенеттен күтпеген көрініс орын алды. Мен осыны көргеннен кейін бірден жылай бастадым. Және анам бірден қасыма келді. Әй балам, не болды саған? Әжем менің бәлішіме өлі көгершінің аяғын салып жіберді. Балам, тыңдашы, ол сенің көзіңе жай көрінген болар. Бұл сөзді айта алмай жүрген едік. Енді сенің сүйікті әжең бұл өмірде жоқ. Ол 3 күн бұрын. Менің балалық шағымда ата-анам қаланың сыртында орналасқан үйге қоныстанды. 2 қабатты әрі өте үлкен үй болғанына қарамастан, маған бұл үйдің ішкі атмосферасы мүлдем ұнамады. Бұл үйге алғаш келгеннен ақ үйде бөтен біреу бар секілді әсер қалдыратын. Бір күні мен мектептен түнге таман оралдым және үйдің жарықтары әлі жағылмаған көріп үрейленіп қалдым. Себебі үйде әкем де анам да жоқ секілді. Әке, ана, деп бірден ата-анамды шақырдым. Бірақ ешкім жауап бермеді. Яғни олар үйде жоқ шығар дей бергені сол еді. Жоғарғы қабаттан біреудің даусы шықты. Мен бұл сөйлеген анам шығар деп ойладым. Және жоғарғы көтеріліп, дауыстың тура қақ алдында тұрған қараңғы бөлмеден шығып жатқанын естідім. Анашым, бұл сенбісің? Қараңғы бөлмеде не істеп отырсың? Деп бұл есікті аша бергенін сол еді. Үйге анам кіріп келіп, мені төменге шақыра бастады. Мен бірден артқа шегіндім, және бұл бөлмеде кім болуы мүмкін деп ұзақ ойландым. Кенет маған қарап тұрған бір мақұлықты көрдім. Мен психолог болып жұмыс істеп жүрген кезде маған бір жас жігіт келді. Оның бет-әлпеті шаршаңқы көрінді. Мырза, тыңдап тұрмын, сіз қандай мәселемен келіп отырсыз? Көзіңіз ісіп кетіпті. Маған көмегіңіз қажет. Мен түнде ұйықтай алмаймын. 5 күн болды ұйықтамағаныма. Түсінікті. Себебін біле алдыңыз ба? Не үшін түнде ұйқысыздыққа тап боласыз? Әрқашан түнде ұйықтар алдында ол маған келеді. Кешіріңіз, кім келеді дейсіз?
Осыдан кейін жігіт түнде не болатынын баяндап берді. Сөйтсе ол түнде ұйқыға жатайын деп көзін жұмса болды. Бөлмеге бір өрмекшіге ұқсайтын қап-қара мақұлық кіріп келеді екен. Мақұлық қап-қызыл көздерімен жігітке түні бойы қарап тұруымен болады екен. Ал егерде көзін жұмса, әлгі құбыжық жігіттің қасына жақындай түседі. Мен одан қатты қорқамын және не істерімді білмеймін. Бар істейтін амалым ол көзімді жұмбай, әлгі мақұлықтан көзімді таса қылмау. Дәрігер болса уайымдайтын ештеңе жоқ деп бірнеше дәрілер жазып берді. Арада 2 күн өтті және әлгі жігіт қайта келді. Бұл жолы жігіттің түрі одан сайын жаман болып кеткен. Көздеріндегі ісіктері 2 есеге үлкейіп кеткен екен. Және бір қызығы жігіт жан-жағына қарап, біреуден қорқып отырған секілді. Ал дәрігер психолог болса, өз кеңестерін әдеттегідей айтады. Және өз хабарлама номерін береді. Егерде бірнеше мәселелер болып жататын болса, маған хабарласыңыз міндетті түрде. Және келесі күні түнде жігіт психологқа қоңырау шалды. Мырза, менде бәрі жақсы, мен енді оны көрмеймін. Бұл алдарыңызда көріп отырған ғарыш кемесі Вамп 43С деп аталады. Және бұл кемеде 4 ғарышкерлер өмір сүреді. Олар Марс планетасын зерттеу үстінде. Бүгін жұмыстың бәрін өзім істедім. Ал қасымдағы 3 жігіт болса, олар нағыз айуан екен. Мен олар үшін олардың қызметін істеп тастадым. Ал біздің электрик болса тіпті жоғалып кетті. Ол қайда екенін білмеймін. Бір апта болған шығар оны көрмегеніме. Ей, Макс, бұл сенбісің? Не істеп тұрсың бұл жерде? Бәрі бір түрлі. Не үшін бәрі бір-бірімен сөйлеспейді? Тек мен ғана сөйлей алатын секілдімін осы ғарыш кемесінде. Енді бұны қазір бұл Марс планетасына табылған сұйықтық. Қазір осыны тексерейін. Марк, шошытып жібердің ғой. Не істедің мұна бәрін сындырып тастадың? Ана жақта тоқтарды жөндеу керек. Я, қазір барамын. Не үшін бәрі қырсығып қалды? Міне, мына жер ме? Қазір жөндеп тастайын. Былай қызыл тоғын былай жалғасам,
дауыс шығып жатырған. Осы ғарыш кемесінде бізден басқа біреулер өмір сүретіндей секілді. Мен оны сезіп жүрмін. Макс, сен бісің? Маған көмектесу үшін келдің бе? Не болды? Сөйлесеңші, не үшін сөйлемей қалдың? Сүмелек Макс, білген едім сенің хайуан екеніңді. Нағыз хайуан екенсің. Анау не істеп жіберді маған? Басым айналып кеткен несі? Не болды саған? Айқайлап жібердің ғой қатты. Бәрі дұрыс па? Әкел қолыңды.